Қазіргі таңда мошенниктер, алаяқтар өте көбейіп кетті. Даже Каспий банктің атынан да звондайтындай болыпты. Сондықтан, егер үлкен ата-аналарыңыз бар болатын болса, достарыңыз бар болатын, балаларыңыз бар болатын болса, онда мынандай сақтану функциясы бар екен. Сенімді адамды қосу деген сөз. Яғни, егер сіз ата-анаңызға телефонына кіріп сенімді адам болып өзіңіз тіркеліп алсаңыз, онда алаяқтар сіздің ата-аңызға хабарласқан кезде міндетті түрде сізден рұқсат сұрайтын болады екен. Ол үшін қалай істейсіз? Ата-анаңыздың Каспийіне кіресіз, қараңыз. Кірген кезде қызметтердің ішіне кіресіз, сервисі дейді орысшада. Сосын өзіңіздің профиліңізге кіресіз. Профиліне кірген кезде жаңадан функция шыққан, қауіпсіздік, сенімді адамды қосу. Соған басасыз да, міне, ары қарай жіберіп, міне, сенімді адамды қосуды басып, мында сол өзіңіздің номеріңізді жазып, ары добавить етіп жібересіз. Сол кезде сіздің ата-анаңызға өзіңіз сенімді адам болсаңыз, ата-анаңызға хабарласқан кезде сізге смс келетін болады. Түсінікті ғой, иә? Соны пайдаланыңыздар, достар. Керемет лайфхак. Пайдаланыңыздар. Бүкіл туған туысқандарға жеп қойыңыздар, бәрі біліп жүрсін.